Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен Қоңырау Шахан каналы. Адамдардың көбісі инкубация кездерінде инкубациялар сәтсіз аяқталса, көбінесе инкубаторларын кінәлайды. Бірақ бұл жерде тек қана инкубатордың ғана кінәсі емес. Ең бірінші фактор ол біз жұмыртқаларды жинап сақтау уақытында жасалатын қателіктер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы аплод тексеру және сақтау кезінде, жинау кезінде қандай жерде сақтау керек, қандай условиялар болу керек деген сұрақтарға жауап. Ең алдымен қазір аплодтарды көрсете кетейін. Аплод жұмыртқалар қандай болатынын. Себебі мен бұл инкубаторды ұзақ уақыт аша алмаймын. Ұзақ уақыт ашса, инкубаторға тағы да ұзақ уақыт жылу керек болады. Мен уже аплодтарды тексеріп қойдым. Міне мына жерде неаплод жұмыртқаларымыз. Міне мынау заказ берген жұмыртқаларымыз. Ішінде лотокта. Өзіміздің линияның жұмыртқалары. Енді біз өзімізден қатты көп салмадық. 100 штуктан салдық. 120 ма. Оның 13-і неаплод. Қалғанның барлығы бір адамнан заказ берген жұмыртқаларымыз. Bu жақта 71 штук ма? 71 штука неаплод. Общий 84 штука неаплод. Енді есептеуіміз бойынша біз мына 516 жұмыртқа салғанбыз общий. Ол 16,2% неаплод. Біз әр инкубация сайын неаплод жұмыртқаларды нетеміз, анализ жасаймыз. Бұл өте керек нәрсе, негізі анализ жасау. Мысалы, осы қалған жұмыртқалардың енді қаншасы шығады, қаншасы шықпай қалуы мүмкін, соның барлығын анализ жасап отырамыз. Нәтижені түсіріп алмас үшін всегда анализ жасап отырамыз. Енді қазір мына жерде наяқта бәрі неаплод емес. Неаплод дегенде бұл жерде неаплодтар да бар, и красная линия дегендер бар. Қазір сіздерге қараңғыда көрсете кетемін. Красная линия неден болады, енді неаплод неден болатынын білесіздер. Неаплод жайлы да айта кетемін. Мен сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Бүгін бізде 6-шы күн. Біз негізі көбінесе 6-шы күн тексереміз. Өйткені кімде андай мощный фонарик немесе мощный авоскоп жоқ. 6-шы күнді тексеруге совет береміз. Себебі 6-шы, 7-ші күндері тексерсеңіздер, сіздер кейбіреулер кешігіп 8-ші, 9-ші күнде тексереді. В основном 6-ші күндері тамырларын көру оңайырақ. Өзіміздің тәжірибеміз бойынша солай. Өйткені қалған кездері уже эмбрион дамыған кезде андай фонариктаңыз мощный болмаса, қап-қара болып дұрыс көрінбейді. Қайсы не екенін түсінбей қаласыздар. Аплод, неаплод ең басында. Ана жақта тамырлары әдемі көрінеді 6-шы, 7-ші күндері. Енді қазір бір пісіне деп көрсете кетейін. Ұзақ ашпай инкубаторды. Міне тамырлар көрдіңіздер. Инкубаторды ұзақ ашуға болмайды негізі. Міне бізде жақсы дамыған жұмыртқалардың бірі. Міне кішкентай эмбрион көрініп тұр ішінде. Қазір тамырларын көрсетейін. Міне камера дұрыс бермей жатыр. Тамырлар көрініп тұр негізі. Кішкене көрініп тұрған шығар. Енді бірақ кішкене камера дұрыс передавать етпей жатыр. Енді жауып қоямын инкубаторды. Ұзақ ашуға болмайды инкубация кезінде. Бірінші аптада қатты әсер етпейді негізі. Бірақ сонда да инкубатор өйстіп нетеді. Қазір бізде Алматыда ауа райы суық, сондықтан қатты әсер етеді датчиктарына. Осылай өшіп жанып қалады. Қазір біраздан кейін кішкенеден қояды. Бұлай ашып жаба берсеңіздер, өздеріңіздің техникаларыңызға несін тигізуі мүмкін, зиянын. Сондықтан бұндай іші қатты жылы болып тұрған кезде көп ашып керек емес.
аплод жұмыртқаларды кішкене дұрыс көрсете алдым деген ойдамын, бірақ енді камера дұрыс көрсете алмады кішкене. Енді қазір неоплод жұмыртқаларды көрейік. Бисмилля. Неоплод жұмыртқаларды. Мына бізде красная линия. Міне осындай дамымай қалған жұмыртқалар осылай болады. Красная линия. Дұрыс сақталмаған, оның әсері, бұл көбінесе дұрыс сақталмаған, сақталу кезінде қате болған жұмыртқалар осындай красная линия, немесе суық жерде сақталған, немесе өте жылы жерде сақталған жұмыртқалар осындай красная линия болады. Красная линия көп болса сіздерде, значит сіздер оларды инкубациялық жұмыртқаларды дұрыс сақтамай жүрсіздер деген сөз. Енді неоплод жұмыртқаларды көрсетейін қазір. Міне неоплод жұмыртқалар осындай сап-сары болады. Ішінде ешқандай тамырда көрінбейді. Енді бұл көбінесе атештердің жұмысын дұрыс атқармағандығынан болады. Енді болады, көбінесе бүкіл хозяйстволары неоплод. Енді бірақ негізі проценті аз болу керек. Свет жаға кетейін. Енді жаңағы красная линияны айта кететін болсақ, бізде красная линия қандай себептерден болады? Ең бірінші ол бізде красная линия жұмыртқаны біз негізі сақтау өзінің мерзімі болады. Ең қолайлы мерзім ол 1 апта ғой. 1 аптадан артық сақтасаңыздар, ол уже кішкене несі азаяды, шығу проценті. Негізі біздің опытымыз бойынша, тәжірибеміз бойынша 15 күн ішінде уже сақтап, 10-15 күннің ішінде уже инкубацияға салсаңыздар дұрыс болады негізі. Енді одан артық кетсе, уже красная линиялар өте көп болады. Негізгі идеальный уақыт 7 күн ішінде жинап инкубаторға салып тастау. Одан асыруға болады негізі, практика жүзінде біз білеміз, асыруға болатын. Бірақ кішкене жұмыртқалар нетеді, красная линиялар көбейеді. Және мені сақтау кезінде мынандай жұмыртқаларды негізі инкубаторға салып керек емес негізі. Жұмыртқаны көрдіңіздер ме? Несі пішіні дұрыс емес. Бізге идеально үлкендерде болмайды негізі. Средний, идеальный мұны. Осындай. Мынандай кішкене пішіні дұрыс емес. Көрдіңіздер ме? Аяғында несі бар. Көбінесе осындай жұмыртқалар дұрыс балапан шықпайды. Мына күшті средний жұмыртқа. Бұл неоплод болып қалған шығар, білмеймін. Бірақ көбінесе осындай дәу, және өте кішкентай, немесе жұмыртқа пішіні кішкене дұрыс емес жұмыртқалардан красная линиялар көп болады. Сосын сақтау температурасын айта кетейін. Бұларды көбінесе қатты жылы, немесе қатты суық жерде сақтамаймыз. 12-15 градус идеальны негізі сақтауға. Енді біз өзіміз қатты идеальны не сақтаймыз деп айта алмаймын, температура. Бірақ суық жерде сақтауға тырысамыз. 20 градустай жерде тұрады. Және сақтау кезінде обязательно қараңғы жерде сақтау керек. Өте жарық жерде сақтасаңыздар да, ол да әсер етеді жұмыртқаға. Және сақтау кезінде көбінесе күніне 1-2 рет ары-бері қозғап тұру керексіздер. Себебі ішіндегі белок бар ғой, сол жоғары жағында жабысып қалады. Содан инкубация дұрыс болмайды. Содан ауру балапандар шықпай қалуы мүмкін. Кішкене қозғап тұру керек арасында. Сондай факторлар бар енді бізде. Неоплодты айта кетсем, неоплод көбінесе бізде қазір атештердің дұрыс болмауынан, атештер мықты болу үшін сіздер көбінесе проверенный, тексерілген жерден корм алу керексіздер. Себебі қазір мынандай комби кормдарға, мысалы, жұмыртқа туатын тауықтар көбірек туу үшін гормон қосады. Ол нелерге жақсы әсер етіп, тауықтарға, ал атештерге жаман әсер етеді. Тауықтар ол
енді не ұрғашы болғандықтан олардың өздерінің гормондары болады осы кормда, и сол гормонды жеп олар жақсы туа бастайды. Ал атештерге ол наоборот несін азатады, потенциясын. И содан атештер тауықтарға шығуын азайтады. И соның арқасында оплодтың проценті азаяды. Сондықтан көбінесе бұндай комбикормдар мен комбикормдарды атештерге көп беріп керек емес. Көбінесе атештерге бөлек кішкене дәндерді берсеңіздер негізі жақсы болады. Енді осындай ғана қысқа ғана видеомыз ағайын. Ал енді осымен видеомыз аяқталды. Сау саламатта келсе ағайын.